Бәріңе сәлем достар, менің есімім Санат, Жалғыз Жолаушы YouTube арнасының авторы әрі жүргізушісімін. Бүгінгі шығарылымда қазақ тілді YouTube арнаны қалай бастау керек, қандай қателіктерді жібермеу керек, қаралым санын қалай көбейту керек. Осы сұрақтарға жауап беремін, әрине өзімнің тәжірибеме сүйене отырып. Ендеше бірден баста. Қазақ тілді YouTube'да ниша өте көп. Мейлі сіз дәрігер, ұстаз, саудагер, малшы, балықшы, аңшы, механик, инженер кім болсаңыз да, сіз өз жұмысыңызды көрсету арқылы YouTube'дан табыс тауып және мәнсаптық жоғарылап, жеке брендіңізді қалыптастыра аласыз. YouTube 3 қағидаға сүйене отырып, сіздің видеоңызды трендке шығарады. Ол қағидалардың біріншісі CTR, яғни орысша айтқанда кликабельность. Мысалы, сіз түрлі обложкаларды көресіз YouTube'ға келген кезде, содан кейін сол обложканы көріп, бірден бассаңыз, сол CTR-дың проценті жоғарылайды. Ал егер адамдарға обложка қызық емес болып, олар өтіп кете беретін болса, онда сіздің видеоңыз өкінішке қарай рекомендацияға шықпайды. YouTube ол өте әділетті әлеуметтік желі, бұл жерде рандомны немесе жайдан жай трендке шығып кету деген жоқ, тек қана еңбек пен тұрақтылыққа сүйене отырып, сіз жетістікке жетесіз. Кірген адамның сіздің видеоңызды көру ұзақтығы. Егер сіздің видеоңызды адам неғұрлым ұзақ көретін болса, онда ол YouTube-ның алгоритмі түсінеді, міне мына видеоны мына адам көріп жатыр, ұзақ қарап жатыр, демек бұл қызықты, бұл видеоны рекомендацияға шығаруға болады. Және осыдан кейін сіздің видеоңызды басқа аудиторияға көрсет, және бұл жерде ең алдымен YouTube 100 адамға көрсет, 100 адамнан кейін 1000 адамға көрсет, 1000 адамнан кейін 10.000 адамға көрсетеді. Әрине, бұл жерде әр оқырман, әр көрермен сіздің видеоңызда ұзақ қалса, соғұрлым жақсы. Сондықтан ең бірінші контент жасаған кезде бос сөздерді, немесе деген сияқты бір жаман дыбыстарды алып тастаңыз. Және дауысқа аса қатты мән беріңіз. Егер дауыс онша емес болса, ол видео қанша жерден қызықты болып тұрсын, көрермен оны ұзақ қарамайды. Ол енді мен жеке тәжірибеме сүйеніп айтып отырмын, өйткені Монғолияға бардым. Мен түсірген картина өте нашар. Былайынан стабилизациясы жоқ, бірақ дауысы өте жақсы. Және адамдар оны қарады, қазіргі қаралым саны 600.000-нан асып кетті, шатаспасам. Ең бірінші CTR, одан кейін көру ұзақтығы. Ал үшінші не десеңіз, ол бәсекеге қабілеттілік. Мысалы, сіз YouTube-ға кіріп, балық аулау деп жазсаңыз, бірнеше ғана видео шығады, оның қаралымдарын қараңыз өте көп. Немесе аңға шығу деп жазыңыз. Ол жерде қаралым өте көп, бірақ видеолар аз. Демек, бұл нишалар бос. Бұл жаққа кіріп, YouTube-дан табыс табуға болады. Егер сіз YouTube-ті енді бастаған болсаңыз, онда бұл сұрақты қою әлі ерте, дегенмен мотивация ретінде айта кетейін. Ол үшін монетизацияны өту керек. Яғни сіздің арнаңызда 1000 оқырман және 4000 сағат көрілуі тиіс соңғы 12 айдың ішінде. Егер осы талаптарға сай болса, YouTube сізге өзінен өзі ақпарат, хабарлама жібереді. Сол хабарламаны басасыз, өзіңіздің мекен жайыңызды көрсетесіз, кейін YouTube код жібереді сол мекен жайға, ол кодты алып тересіз және ақшаңызды аласыз. YouTube-ты енді бастағандар қандай қателікті көбінесе жібереді? Біріншіден, әр адам өзін жақсы көреді. Мінсіз болып көрінгісі келеді. Ал мінсіздік деген ол адамға тән емес қасиет. Сондықтан егер YouTube-ты бастаймын, видео саламын, өзімді түсіремін десеңіз, өтініш, мінсіз болмай қойыңыз. Өмірде қалай барсыз? YouTube-та да солай болыңыз. Өйткені адамдар шынайылықты жақсы көреді. Ал YouTube деген ол адамдардан құралған жоба. Одан кейін бір видео салдым, ол видеомда 37 просмотр, 3 қана лайк. Мен екінші видео салмаймын, өйткені мен адамдарға қызықсызбын. Міне, көбінесе осындай қателікті адамдар жібереді. Бірақ YouTube ол тұрақтылықты жақсы көреді. Өйткені сіз бірнеше видео салып, 10 видео салыңыз, 20 видео салыңыз, бірақ олардан просмотр болмауы мүмкін. Ал 21-ші видео салған кезде сол атып кетеді, ал қалған видеолардың просмотр өздігінен өзі өсе береді. Сондықтан 13 лайкқа, 37 қаралымға
өкпелеудің, көңіл түсірудің қажеті жоқ, тек алға, өйткені YouTube тұрақтылықты жақсы көреді. Үшінші бір қателік ол авторлық құқықтың сақталмауы. Сіз белгілі бір сайттардан сурет видеоларды алып, оны жүктеп, аудиосымен жүктей салсаңыз, сіздің видеоңызды рекомендацияға шығармайды, тіпті блоктап тастауы мүмкін, сөйтіп арнаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан достар, көбінесе өзіңіз түсіруге әрекеттенгеніңіз жөн. Кейбір адамдар түрін көрсетпейді. Түрін көрсеткісі келмесе, көрсетпей-ақ қойсын. Жай ғана видеолармен немесе басқа бір суреттермен контент жасап, оны рекомендацияға шығаруға әбден болады. Бұған көмектесетін бірнеше бағдарламалар бар. Мысалы, сіз интернеттен бір суретті жүктейсіз, ол сізге қолмен салғандай эффект қалдырады. Бұл бағдарламалар туралы мен келесі сабағымда сіздерге айтып беремін. Тағы бір жіберетін қателігі, олар ойлайды, мәссаған, YouTube-ты бастау үшін жақсы профессионалды камера керек, немесе микрофон керек, жарық керек. Шын мәнінде оның барлығы екінші деңгейдегі мәселе. Қазір сіздің қолыңыздағы Huawei телефонмен ақ керемет сапалы видео түсіруге болады. Және CapCut приложениесі арқылы оны монтаждауға болады. Сондықтан бұл сылтаулардың барлығы бос әңгіме, тек қана сіздің уақытыңызды ала, одан кейін тіпті сіздің ниетіңізді өшіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл YouTube жобаның мақсаты да сол. Бірден баста. Қолыңдағы дүние, қандай дүние бар, сонымен баста. Егер сен тұрсың ба, онда жүгір. Егер сен құладың ба, онда еңбекте. Егер сен құлап жерге жатып қалдың ба, онда шөп жыл. Бұл шығыстың нақыл сөзі, сондықтан әрекет түбі берекет. Ал YouTube-ты бастағысы келетін жандарға превью жасауды, фотошоппен жұмыс істеуді, монтаж жасауды үйренем дейтіндер, және YouTube-тың алгоритмі туралы толығырақ танысқысы келсе, онда менің жеке сабақтарым бар. Оған төмендегі сілтеме арқылы өте аласыз. Сол жерге жазылыңыз, ол әрине құнды. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Бастаған ниеттеріңізді соңына дейін жеткізіңіздер.